Сәлем достар, сіздермен осындай свекло по-корейски салатының рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, күшті болып шығады. Бізге 1 килограмм свекло керек болады. Сыртын осылай ашып тазалап аламыз, жақсылап жуамыз 2-3 рет. Бізге корейский терка керек болады. Барынша свеклоны ірі, я болмаса орташа свекло алсаңыздар, майда емес. Өйткені біздің салаттарымыз ұзын-ұзынша болып шығады. Бұл жерде свекло по-корейски болғасын жерде мен кішкентайлауын аралас алып қойыппын. Ештеме етпейді, бірақ сонда да сіздер үлкен, я болмаса орташасын алдыңыздар. Сол кезде ұзын-ұзын болып шығады, салаттарымыз әдемі болып. Свеклоларымызды осылай теркадан өткізіп алдым бәрін. Мол шығады бізде. Жасап көріңіздер, өте дәмді. Үстіне 1 ас қасық тұзымыз саламыз да, қолымызбен осылай қысып аламыз. Өйткені тұзы сіңуі керек бойына. Осылай қысып аласыздар. Бізде бойындағы сок шоу керек, тұзы сіңіп. 40 минут, я болмаса 1 сағат қалып қоясыздар да, осылай 1 сағат өткен соң свекломызды қолымызбен осылай қысып аласыздар. Согын шығарып, көріп тұрғандарыңыздай бізде осындай сок шықты бойындағы. Басқа ыдысымызға аударып, шұңғылдау бұлғауымызға да оңай, жұмыс жасауымызға да оңай болу үшін 3-4 осындай чеснок аласыздар. Мен 2 чеснок алдым, үлкен. Барынша ащы жақсы көретін болсаңыздар, молды қосуларыңызға да болады. Чеснодавка, я болмаса осылай майдалап турасаңыздар да болады. Менде чеснодавка болмағасын осылай майдалап турадым. Шамалы қара бұрыш қосамыз. Осындай кориандр орта шай қасықпен қосамыз. 1,5 ас қасық шекер қосамыз. Осындай 9% мен уксус алдым. Негізінде 1 қасық құйдым. 70% уксус болса, толтырмай қоясыздар да, жақсылап осылай бұлғайсыздар. Жасап көріңіздер, міндетті түрде күшті болып шығады. Дәмді әрі. Осындай үлкен орташа жуамызды аламыз да, осылай жіп-жіңішке қылып турап шығамыз. Алдын ала майымызды қыздырып, жақсылап қуырасыздар. Сковородкамызға қызып тұрған жуамызды аламыз. Бұлғайсыздар жақсылап. Барынша жіңішке қылғандарыңыз жақсы. Қуырып аламыз, қызартып. Осылай қызартып алдым. Салатымыздың үстіне саламыз да, жақсылап бұлғаймыз. Осылай тарелкамызге ұсынамыз салып. Жасап көріңіздер, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда неше түрлі рецепттің түрі болады.
ас болсын. Сау болыңыздар.